Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгін біз 5-ші сыныптың математика пәні бойынша келесі тақырыпты оқимыз. Ол бірінші тарау натурал сандар және 0 тарауы бойынша өрнектерді ықшамдау. Бұл тақырыптың негізгі мақсаты қосу және көбейту амалдарының қасиеттерін қолданып, әріпті өрнектерді түрлендіруге үйрету. Әріптердің белгілі мәндері бойынша әріпті өрнектердің мәндерін табу. Сіздерді мынандай бағалау критерийлері бойынша бағалаймыз. Сіздер әріпті өрнектерді ықшамдай алуларыңыз керек. Айнымалылардың берілген мәндері бойынша әріпті өрнектің мәнін таба алуларыңыз керек. Тақырыпты түсіну үшін бізге негізгі 3 нәрсеге назар салу керек. Бұл қандай ықшамдау әдістері бар, немесе қандай ережелер бойынша ықшамдаймыз деген сұраққа мынандай 3 түрлі әдісті айтуға болады. Бірінші, қосудың ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін пайдаланып, өрнектерді ықшамдау. Екінші, көбейтудің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін пайдаланып, өрнектерді ықшамдау. Үшінші, көбейтудің үлестірімдік қасиетін пайдаланып, өрнектерді ықшамдау. Яғни осы 3 тәсіл арқылы кез келген әріпті және санды өрнектерді ықшамдауға болады. Бірінші, қосудың ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін пайдаланып, өрнектерді ықшамдау. Өздеріңіз білетіндей, бастауыш сыныпта қосудың ауыстырымдылық заңы қосылғыштардың орнын ауыстырғаннан қосындының мәні өзгермейді дейді. Және терімділік заңы А мен Б-ның қосындысын С-ға қосу үшін А-ны Б мен С-ның қосындысына қосуға болады. Осы заңдарды пайдалана отырып, мынандай мысалдарды қарастыруға болады. Бірінші мысал. 9 қосылған А қосылған 14 тең болады. Бізде 9 бен 14 бұл санды өрнектер деп аталады. А әріпті өрнек. Олай болса біздер амалды 9 бен 14-ке жасай аламыз. Яғни 9 бен 14-ті қосып алып, оған А өрнегін қоссақ, бізде 9 бен 14-тің қосындысы 23-ке тең, ал А әріпті өрнек болғандықтан санды өрнекке ол қосыла алмайды. Сондықтан 23 қосылған А бұл өрнектің ықшамдалған түрі болып саналады. Немесе 9 қосылған А қосылған 14-ті бірден 9 бен 14-тің қосындысын 23 қосылған А деп жазуға болады. Сонда алғашқы түрі 9 қосылған А қосылған 14 болса, ықшамдалған түрі 23 қосылған А деп жазылатын болады. Екінші әдіс көбейтудің ауыстырымдық және терімділік қасиеттерін пайдаланып, өрнектерді ықшамдау әдісі. Өздерің білетіндей, көбейтудің де ауыстырымдық заңы бар. Көбейткіштердің орнын ауыстырғаннан көбейтіндінің мәні өзгермейді. Немесе А көбейтілген Б әр уақытта Б көбейтілген А-ға тең. Терімділік қасиеті А мен Б-ның көбейтіндісін С-ға көбейту, ол А-ны Б мен С-ның көбейтіндісіне көбейткенге тең болады. Яғни осы заңдылықтарды да біз өрнектерді ықшамдау кезінде емін-еркін қолдануымызға болады. Мысалы, 8А көбейтілген 7. 7 және 8 бұл сандар, ал А әріпті өрнек. 7 мен 8-дің көбейтіндісіне орнына 56-ны жазамыз, А-ны оған көбейтеміз. Онда шығады 56 көбейтілген А. Көбейту таңбасын өздерің білетіндей кей кезде біз жазбауымызға болады. 56А деп оқуға болады. Сонымен бастапқыдағы алғашқы түрі 8А көбейтілген 7-ні біз 56А деп жазуымызға болады. Алғашқы түрі мен ықшамдалған түрінің арасындағы айырмашылықты байқап отырыңыздар. Келесі екінші мысал, осы әдіспен 3n көбейтілген 4k көбейтілген 6m. Бұл жерде 3, 4, 6 бұлар сандар, m, k, n бұл әріпті өрнектер. Біз бірінші терімділік заңын пайдаланып 3-ті, 4-ті, 6-ны бір-біріне көбейтіп аламыз. Содан кейін алфавиттік ретпен k, m, n-ді жазамыз. 3-ті 4-ке 6-ға көбейткенде 72 шығады. 72 көбейтілген k, m, n, немесе көбейту таңбасын жазбасақ, 72 көбейтілген k, m, n өрнегі шығады. Сонымен алғашқы түрі 3n көбейтілген 4k көбейтілген 6m өрнегінің ықшамдалған түрі 72 k, m, n түрінде болады. Үшінші әдіс көбейтудің үлестірімділік қасиетін пайдаланып, өрнектерді ықшамдау. Көбейтудің үлестірімділік заңы бұл А-ны Б мен С-ның қосындысына көбейту, немесе А-ны Б мен С-ның айырмасына көбейту. Сол кезде біз А көбейтілген Б қосылған А көбейтілген С, немесе А көбейтілген Б азайтылған А көбейтілген С өрнектерін аламыз. Егер біз осы заңдылықты керісінше орналастыратын болсақ, немесе осы теңдіктің оң жақ бөлігі мен сол жақ бөліктерін алмастыратын болсақ, бізге
мынандай өрнек болады. А көбейтілген С қосылған БЦ тең болады. А мен бұның қосындысы көбейтілген С. Немесе АЦ азайтылған БЦ тең болады. А мен бұның айырмасы көбейтілген С. Яғни бұл жерден С-ны жақшаның сыртына шығып кеткен ортақ көбейткіш деп атайтын боламыз. Сонымен көбейтудің үйлестірімдік қасиетін пайдалана отырып, біз ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығардық. Енді келесі слайдымызда осы қасиетті пайдаланып есептер шығарамыз. Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығаруға мысалдар төмендегідей. 5084 көбейтілген 24, қосылған 976 көбейтілген 5084. Байқап отырғандарыңыздай 5084 екі жерде қайталанып тұр. Сондықтан ортақ көбейткіш, яғни 24-ке де 976-ға да көбейтіліп тұрған ортақ көбейткіш 584-ті жақша сыртына шығарып, жақшаның ішінде 24 пен 976-ның қосындысын қалдырамыз. Сол кезде 5084 көбейтілген 1000 болады. Ал 1000 бізде разрядтық сан, яғни кез келген нөлмен аяқталатын санға көбейткен кезде біздер бірден кейін қанша нөл болса, сонша нөлді тіркеп жазамыз. Сонда 5084-тің артына 3 нөлді тіркеп 5.084.000 санын аламыз. Бұл санды өрнектер үшін қолданылуы. Келесі мысалдарда біз әріп құрамында әріптері бар өрнектерді ықшамдауды қарастырамыз. Екінші мысал. 5x қосылған 3x қосылған 10x. Бұл жерде байқап отырсаңыздар, x айнымалысы 3 жерде 5-ке, 3-ке, 10-ға көбейтілген. Олай болса ортақ көбейткіш ретінде x-ті шығарамыз. Сонда жақшаның ішінде 5-дің, 3-дің және 10-ның қосындысы қалады. Осы үшеуінің қосындысы 18-ге тең, 18 көбейтілген x-дің орнына 18x деп жазуға болады. Яғни алғашқы 5x қосылған 3x қосылған 10x-ның ықшамдалған түрі 18x. Келесі есеп 9a көбейтілген 9b азайтылған 9c. Байқап отырсаңыздар, 9 саны ортақ көбейткіш, үшеуін a-ға, b-ға және c-ға көбейтілген. Олай болса біз 9-ды жақшаның сыртына шығарамыз. Жақшаның ішінде a қосылған b азайтылған c. Ықшамдалған түрі сонда 9 көбейтілген, жақша ішінде a қосылған b азайтылған c түрінде жазылады. Келесі төртінші есепте 80 қосылған 5b. Бұл жерде байқап отырсыздар, ортақ көбейткіш жоқ. Бірақ сондықтан біз ол ортақ көбейткішті өзіміз шығарып алуымыз керек. 80-ді 5 көбейтілген 16 деп жазатын болсақ, байқаймыз 5 көбейтілген 16 қосылған 5b, яғни ортақ көбейткіш 5-ке тең. 5-ті жақшаның сыртына шығарамыз. 16 қосылған b жақшаның ішінде қалады. Сонымен ықшамдалған түрі 5 көбейтілген 16 қосылған b түрінде жазылады. Келесі 5-ші мысалда 6a қосылған 18 азайтылған 6b. Бұл жерде де ортақ көбейткіш жоқ сияқты, бірақ оны біз қазір өзіміз шығарып аламыз. 18-ді 6 көбейтілген 3 деп жазатын болсақ, ортақ көбейткіш 6 саны шығады. Сонда өрнектің ықшамдалған түрі 6 көбейтілген жақша ішінде a минус 3 минус b түрінде жазылады. 6-шы мысалда 7a көбейтілген 7 көбейтілген 3. Бұл жерде байқасаңыздар, 7 көзге көрініп тұр. Олай болса, 7-ні жақшаның сыртына шығарып, a қосылған 3-тің көбейтіндісін жазамыз. Сонымен ықшамданған түрі 7 көбейтілген a қосу 3 болып жазылады. Осы тақырып, яғни өрнектерді ықшамдау тақырыбын бекіту үшін бізге мынандай сұрақтарға жауап бере алатындай болуымыз керек. Бірінші, өрнекті ықшамдау дегеніміз не? Өрнекті ықшамдау дегеніміз берілген өрнекті амал таңбаларды орындағаннан кейін ықшам түрде жазу деп түсінуіміз керек. Өрнекті ықшамдалған түрінің оның алғашқы түрінен айырмашылығы қандай? Алғашқы түрі мен ықшамдалған түрінің айырмашылығы ол егер бастапқы түрде бірнеше қосылғыш немесе айырма болатын болса, ықшамдалған түрінде бір коэффициентпен жазылатын әріпті өрнек шығады. Ортақ көбейткіш дегеніміз өрнектің құрамындағы барлық қосылғыштарға немесе көбейткіштерге ортақ сан деп түсінуіміз керек. Келесі сұрақ, қосудың қасиеттерін пайдаланып өрнекті қалай ықшамдауға болады? Қосудың ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін пайдаланып өрнектерді ықшамдауға болады. Бесінші сұрақ, көбейтудің қандай қасиеттері өрнекті ықшамдауда қолданылады десек, бұл жерде көбейтудің ауыстырымдылық, терімділік заңдары ықшамдауға қолданылады деп жауап бере аламыз. Қош сау болыңыздар, сіздерге сәттілік тілеймін.